Серікзат Мақсұтұлы Дүйсенғазы 1974 жылы Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы Тарбағатай ауылында дүниеге келді. Белгілі айтыскер, ақын, жазба поэзияның өкілі, Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің телерадио және қоғам мен байланыс кафедрасының меңгерушісі, филология ғылымдарының кандидаты. Мемлекеттік қызметке алынатын адам мемлекеттік тілді білуі міндетті. Қастес деген тапсырып жүр ғой. Күмәндімін оған. Қастес тапсырып кірген депутат неге қазақша білмейді? Депутаттар тапсыру керек. Мәдениет, спорт және салт дәстүр министрлігі де салт дәстүрімізді сол министрлікке қосып қойсақ. Алаш деген бір пән енгізілу керек деп ойлаймын. Ақындардың ортасында арасында кішкене өкпе реніш бар. 80-бай, 90-бай, 100-бай деген қазақ қарап болсын, бірнеше әйелдері бар мысалы. Әр әйелінде бірнеше баладан бар. Біз мықты қазақтан шыққан азаматтарымыз көбі сол екінші, үшінші әйелден туған. Абай да мысалы тоқалдан туған былай айтқан кезде. Арқаның сықырлаған аязды күні уақыт бөліп сұхбатқа келгеніңізге, сол жобамызды қолдауға ниет білдіргеніңіз үшін үлкен рахмет айтамыз. Бәрекелді, шақырғандар үшін мен де рахмет айтамын. 40 градус аяз бүгін. Арқаның арқыраған аязында. Әлихан атты ізбасарыңызбен келіпсіз? Иә. Менің тұяғым Әлихан Батыр. Әлиханды мүмкіндігінше өзімнің жасаған дүниемнің бәрін көрсеткен деймін. Қайда барсам ертіп баруға тырысамын. Байқаймын, балық аулауға барған. Балық аулауға барамыз, шаңғы теуге барамыз, коньки теуге барамыз, атқа мінуге барамыз, елге барамыз, ауылға, тауға шығамыз, көлге жүзуге барамыз деген бәрін енді Әлихан осы мен жасаған бәрін көрсеткен. Менің жаңағы оқыған кітаптарымды оқыса екен деп ойлаймын. Енді Әлихан қазір Құдайға шүкір жақсы, кітап құмар, кітап оқиды, ізденеді. Біздің әрбір қазақтың баласын сол бұрынғы өзіміздің ата-бабамыздың дәстүрімен қазақша тәрбиелеу керек. Қазір енді мінекей өздерінің бағдарламаларында біздің қазақтың бір дәстүрі болды. Бұл ер-қанат ат деген сөз қазақтың бүкіл ғұмыры, қазақтың барлық тағдыры, тарихы бір атқа байланысты. Анау Ботай мәдениетінен басталған ат ең бірінші осы жерде пайда болған. Осы далада осында іргемізде Көкшетауда. Содан бастап міне қарасаң, қаншама ғасыр атпен біздің ғұмырымыз байланысты. Мінекей сол дәстүр жалғастырып, таза ауада, оттың басында әңгіме-дүкен құрғанымыздың өзі бұл сол баяғы қазақ тәрбие. Әлихан қазір осы жерде тәрбиеленіп отыр, осыны көріп. Тәуелсіздік алған жылдар мен қазіргі жылдарының арасындағы тілдегі өзгеріс қандай? Менің ойымша, кезінде тәуелсіздік алған жылдары тілдің мәртебесі, жалпы тілді көп сөйлеу жақсырақ еді қазірге қарағанда. Иә. Айырмашылық. Енді былай айтқан кезде жақында президентіміздің мақаласы шықты, Қасым-Жомарт Кемелұлының тәуелсіздік бәрінен қымбат деген. Сол мақаланың ішінде осы мәселе көп айтылған. Тәуелсіздік алғаш алған жылдары сол жаңа ресми тіл дегенді біз бекер енгізіп жүргенбіз. Енді өзіміздің ата заңымызда тұр. Бірақ енді тіл білгеннің артығы жоқ қой енді. Бірнеше орыс тілін мен білмесін деп айтпаймын, білу керек. Орыс тілін бұл мемлекеттің тілі. Жаңағы біздің біріккен ұлттар ұйымының 6 тілінің бірі. Орыс тілін білген адам ол кем болмайды. Бірақ өз тілін ұмытып қалсын деген әңгіме емес қой. Мәселе біздің мемлекет тіліміз бар. Мемлекет болғаннан кейін мемлекеттің өзінің сол ұйыстыратын тілі болу керек. Өзінің ол тіл деген бір рәміз. Ол туы сияқты, елтаңбасы сияқты, жаңағы өзінің әнұраны сияқты бір рәмізді тілі. Сол бір рәмізіміз ғой енді. Сол рәмізімізді өзіміз құрметтемей, мысалы ойлаңызшы, 2 туды қойып қойсақ, немесе 2 елтаңба қойып қойсақ, немесе айталық 2 әнұранымыз болса, қалай болады? Әнұран. Сондықтан жаңағы 2 тіл болмайды ол. Бір тіл болу керек. Бір мемлекет тіл болу керек. Сол қазақ тілі. Ол ата заңда жазылған. Сондықтан енді осыны біз қалыптастыруымыз керек. Өзің жаңа айтып отырсың, шындығында да қазір біздің осы тіл мәселесі кейінгі кезде тәуелсіздік алғаннан кейін ушығып кеткен сияқты. Сыртқы күштерден мүмкін осыған атсалысып жатқан шығар деп ойлаймын. Себебі былай қараған кезде қазір енді тәуелсіздіктің алдында бір қазақтың бойында бір тәуелсіздік алсақ деген, өзіміз тілімізге, мәдениетімізге жетсек деген бір сол құштарлық бар еді. 86 жылғы оқиғада соның кейбір бүгін нәрсе. Бері қарата да тәуелсіздік алған жылдар біз басында сол үлкен ұранмен жүрдік. Бірақ кейін сол уақыт өте келе бейғамдыққа салынып, енді тәуелсіздік алдық қой, тілімізді кім алып қояды дейсің деген сияқты қазақ бір бейғамдыққа салынып кеткен сияқты. Басқа тілді үйренеміз, шетелге шығамыз деген сияқты талпыныс бар да, өз тіліне немқұрайлылық қарап, балаларына жаңа үйретпеу. Әсіресе кейінгі жастардың ішінде осы тіл мәселесі кішкене қиындау сияқты. Отбасында қазақша сөйлеспеу. Отбасында қазақша сөйлеспеу деген мәселе қазір көбейіп кеткен сияқты. Енді президентіміз айтты. Енді біз бәріміз осы қазақтың тілінің жанашырлары, қазақтың азаматтары, әрқайсымыз осыны сабақ алуымыз керек. Осыдан ғибрат алуымыз керек. Бұл жаңағы мақалада осы мәселенің бәрі айтылған. Жаңа мақаладағы президентіміз мемлекеттік тілді білу Қазақстанның әрбір азаматының парызы деді. Қазір көп отырыстарда, көпшілік жерлерде шұбарлап балалар орысша сөйлеп жатады. Бұған қалай тосқауыл қоюға болады? Енді тосқауыл қоя алмаймыз оған. Себебі заң бар, ешкімнің біз құқығын бұзуға хақымыз жоқ. Біз тек бұны насихатпен,
соның екінші мәселе жаңа мемлекеттік деңгейде бұны талап етумен ғана біз енгіземіз. Мысалы шүнге мен айтар едім, мысалы мемлекеттік қызметке алынатын адам мемлекеттік тілді білу міндетті. Қазір талап қойып жатыр ғой, мысалы біз жұмысқа кірген кезде, мысалы біздің университетке жұмысқа кірген кезде бүкіл заңдарды, біздің ата заңымызды мысалы білу керек, ішіне сұрақтар қойылады, басқа заңдарды, еңбек заңдарын деген сияқты мысалы содан сұрақтар келеді. Соның жаңағы мемлекеттік қызметке де кейбір мысалы мемлекеттік мекемелердің бәріне ол енгізілген. Соның жаңағы рәміздерімізді білу міндетті. Сол сияқты қазақ тілін білу міндетті. Соның деңгейін анықтау керек. Мысалы үшін мен оны эфирден де айтқанмын неше рет. Ағылшын тілінде IELTS деген бар ғой, ағылшынша. ағылшын тілінде IELTS деген бар. IELTS тапсырамыз, немесе жаңағы TOEFL дегендер бар, басқа да түрлі жаңағы тілді деңгейін анықтайтын мектептер бар. Сол кезде олар арнайы тілдің деңгейін анықтайды. Бірнеше жаңағы деңгейге бөлген, соған оқытады, соны анықтап береді. Сол бойынша ол IELTS-тың қағазы заңды қағаз. Онымен оқуға да түсе бересің, онымен кез келген жерге жұмысқа да кіре бересің. Қазақ тілін анықтайтын сондай дүние керек. Мемлекеттік қызметке барған кезде, мысалы үшін қазір мынау қастес деген тапсырып жүр ғой. Күмәндімін оған. Себебі қастес тапсырып кірген мысалы министр неге қазақша білмейді? Ол қазақ тілін білетін. Немесе жаңағы қастес тапсырып кірген депутат неге қазақша білмейді? Деген депутаттар тапсыру керек. Мысалы депутатты жаңағы өткізген кезде бірінші сол мемлекеттік тілді білу міндеттеу керек. Әйтпесе бір заманда өзің тілімізден айырылып қалуымыз мүмкін қауіп. Тілің болмаса ол мемлекеттің ешқандай ары маңызы жоқ. Өзінің мемлекеттік тілі болмағаннан кейін ол біздің ұлт болғанымыз не керек? Тәуелсіздік алғанымыз не керек? Тәуелсіздіктің бір парасы сол тіл. Бұл мәселеде мен өзім өткенде әлеуметтік желіде жазғанмын. Қазақстан халқы ассамблеясы деген бар бізде. Ассамблеяның басқа жұмысы жоқ осыдан басқа. Осы мәселемен сол ассамблея айналысу керек. Яғни біздің туысқан осы жердегі тұрып жатқан ұлттармен бауырласпыз ғой, бір елде тұрып жатқаннан кейін. Сол ұлттардың барлығына насихат ретінде соны үйрету керек олар. Керек болса бізді шақырсын, барып біз айтайық. Тілдің қажет екенін, ол мемлекеттің болашағы бәрімізге ортақ екенін, тағдырымыз ортақ екенін айта білсек, ол енді әрине ішінде бар шығар кейбір қарсы жүретін, бірақ олардың барлығы ондай емес қой. Әрине. Олардың көп жаңағы пайызы үйленіп келешекте қалғандарына да сабақ болатынына мен кәміл сенемін. Жақсы. Енді мына тіл деп жатырмыз, жалпы салт дәстүрге келетін болсақ, мәдениет, спорт және салт дәстүр министрлігі деп салт дәстүрімізді сол министрлікке тіркеп қосып қойсақ, сондай бір ұсыныс бар еді. Сіз оған ойыңыз қалай? Салт дәстүріміздің ары қарай жаңғыруы үшін. Енді түсінем, салт дәстүр дейтін болсақ, мәдениетке де кіретін шығар, арнайы бір бөлек комитеттер бар шығар, бірақ не үшін біз үлкен арнайы министрлікке сол салт дәстүр қоспаймыз? Дұрыс айтып отырсың. Бұл ойланатын мәселе екен, мен енді бұған негіз ойланбаппын. Біз мәдениет дегеннен кейін әрине ол кімнің мәдениеті деген әңгіме ғой, енді қазақтың мәдениеті ғой, соның ішінде дәстүрде кіреді деп айтып жүрміз ғой, бірақ дегенмен де келешекте енді әлемде бұндай тәжірибе жоқ. Мен естіген жоқпын, ешқандай салт дәстүр министрлігі дегенде бар екендігін. Салт пен дәстүрді дамытудан біз ұтылмаймыз. Қазақтың ол ең әлемдегі мықты мемлекеттер, ең дамыған мемлекеттер ол өзінің салт дәстүрін бекітіп алған мемлекеттер. Сол үшін айталық кезінде біздің алаш қайраткерлері өздерінің бағдарламаларын енгізіп, біз Швецияның, Жапонияның деңгейінде ел боламыз деп мақсат қойды ғой, тәуелсіздікпен күрескен. Кешегі мақалада айтылған. Соны қарап отырсаң, ол елдер қандай елдер? Олар өздерінің жаңағы тек әлеуметтік жағдайын емес, өздерінің дәстүрлі мәдениетін де бекітіп алған елдер. Ол елге барғанда таңдай қағып айтады. Өздерінің дәстүрі бар, сол дәстүрін бұзбайды. Сонда әсіресе жапондар мысалы, жапондар коронавирус жеңіп кетті. Неге? Дегенде олар күнде 5 уақыт жуынады екен деген сияқты. Біз қазақта 5 уақыт жуынғанбыз ғой, қазақ енді мұсылман халық қой. 5 уақыт жаңағы дәрет алғанбызды. Енді осының бәрін егер де сол дәстүрімізге енгізетін болсақ, салауатты өмір салты деген сол ғой. Салауатты өмір салты тек қана спортпен немесе басқамен шектелмейді. Бір жағы тазалық оның. Ол жаңағы таза жүру, таза киім кию, жуынып тұру әрдайым. Сол осымен жүретін болсақ, біз жаңағыдай жаман ауруға да қарсы тұрамыз. Осы дәстүрімізді, осы мәдениетімізді егер де мемлекеттік деңгейде сондай бір агенттік ашып, немесе министрліктің атына соны қосып жасап жатсақ, оның ешқандай артықтығы жоқ деп ойлаймын. Ол қайта біз ол мемлекеттің дамуына үлес қоспаса, ол біз кері кетпейміз одан. Біз одан ары қарай дамып кетеміз. Себебі дәстүрдің ар жағында үлкен тәрбие тұр. Тәрбиенің ар жағында үлкен мәдениет тұр. Мәдениеттің ар жағында енді ол халықтың жаңағыдай өркендеуі тұр ғой енді. Өркениетті елдердің көбі сол мәдениетін бекітіп алған елдер. Алаш қайраткерлері деп айтып жатырсыз. Тәуелсіздік бәріне қымбат атты мақаласында алаш қайраткерлерін жастарымызға және бүкіл әлемге паш етуіміз керек деп айтты. Оны біз қалай мынау мектеп бағдарламасында, мысалы үшін Әлихан мектепте оқып жатыр, қазір алаш қайраткерлерін нақты көрсетіп, танытып айтпайды. Соны ары қарай алаш қайраткерлерін осы жас өскелең ұрпақ білу үшін қазір Бесарыс кім десе білмейді мысалы үшін. Оны қалай ары қарай өрбітсек болады? Жастардың бойына қалай сіңіру керек? Дұрыс айтасың. Алғашқы біз мектепте оқыған жылдары алаш қайраткерлері ақталған кезде керемет насихатталды. Кітаптар шығып жатты.
мектептің әрбір жаңа оқулықтың ішінде бес арыс, үш бәйтерек дегенді біз оқып жаттық. Бес арыс кімді жатқа айтатын едік, үш бәйтерек кімді жатқа айтатын едік ол кезде де. Қазір жастардан сұрасам білмейді екен. Мен өткенде өзімде сұрап көрдім, балаларымның достары білесің білмейді. Мектепте айтылмайды деген сөз. Бұл тек бес арыс пен үш бәйтерекпен шектеліп қалмайды ғой. Алаштың қанаты кең. Сондықтан менің өзімнің түсінігімде өзімнің осы алаш деген бір пән енгізілу керек деп ойлаймын. Алаштың жасаған дүниесі. Алаш не істеді? Алаш ол алашқа тек қана күресіп тәуелсіздікті аңсаған жоқ қой. Ғылым біліммен айналысты, үлкен романдар жазды. Басқа ғылымның сан саласының барлығы негізін қалады. Қарап отырсаң енді Әлихан мысалы жағрафия деген еңбек жазыпты. Кім Қаныш Сәтбаев алгебра деген еңбек жазыпты. Ахмет Байтұрсынұлы тілтану мен әдебиеттану жазды. Кім Жүсіпбек психологияны жазды, Мағжан педагогиканы жазды деген сияқты толып жатыр. Көп енді айта берсең ол Елдос Омаров математиканы жазды. Кім арифметиканы Міржақып жазды, тағы бір жаза берді енді. Әрқайсысы Халел биологияны жазды. Сонда қарап отырсаң бәрі әрқайсысы неге жазды бұның барлығы? Яғни біздің төл тіліміздегі ғылым тілінің қалыптасуына олар үлес қосты. Қазір өткенде біздің ғалым ағаларымыз айтып жүр. Бізде тек қана қазір қазақ тілінің көркем әдебиет тілі ғана мықты деңгейде тұр. Біз тіліміз бай дейміз, мақтанамыз. Бізде ғылым тілі жоқ. Қазір кез келген ғылымға барсаңыз, бірдеңе айтайын десең, мысалы, бәрі техника саласында ғалымдардың орысша сөйлейді. Неге десе, біздің қазақша түсінбейді дейді. Телефонның өзі мысалы, мен қазір қазақша телефонды қазақша қазір қойып қойған. Бірақ осы телефон ішінде қазақша жаңағыны түсінбейсің өзі қарап отырсаң кей кезде. Мен өзім түсіне аламын, мысалы балаларым басқа бірін түсінбейді. Неге? Себебі өте қасаң тілмен, түсініксіз тілмен жасалған. Сондықтан ғылым тілі бізде жоқ техникада. Сосын екінші не тіл жоқ? Бізде ресми тіл мәселесі, жаңағы біздің іскери тіл дейміз ғой, мына мемлекет қызметтегі тіл мәселесі осында әлі дұрыс қалыптаспай қалған. Бұл кері кетіп қалды. Яғни ол жерде бәрі неге орысша сөйлейді, себебі қазақша қиын. Сондықтан орысша айтқанымыз бізге түсінікті, жаңағы оңай деп соған қарап алып кетіп жатыр. Сондықтан енді біз тіліміз бай дегенде көбінесе көркем әдебиеттің тілімен мақтанып жүрміз. Осы екі жағын біз ұмытып қалдық. Осыны алаш қайраткерлер осыны жасаған. Қарап отырсаңыздар кезінде газет тілі мысалы, газет тілі қазір бізде бар енді. Ол ең бірінші жасаған солар. Қазақ газетін Айқап журналын шығарды, Әлихандар, Ахметтер, Міржақыптар, мына жақтан Мұхамеджан Сералиндер атсалысты. Оған біздің меценаттарымыз атсалысты. Кезінде Есенқұл Мамановтар мысалы, Ережеп Итбаевтар, анау таудағы Әбдікәрім болса, Сұлтанмахмұтов апарып енді Қатонқарағайда. Енді сондай енді көп қазір есіме түспей жатыр. Көп меценаттар ақшаларын берді. Газет шығаруға, кітап шығаруға, роман жариялады мысалы, бәйгесін жариялады. Осының барлығы неге дегенде біздің тілімізді, мәдениетімізді дамытып етті. Енді солардың еңбектерін бәрін жастарға оқытпасақ, біздің тәуелсіздік бір аспаннан түскен сияқты жүре беретін болсақ, онда келешекте әрине жастарымыз оны білмейді. Бізге алаш деген үлкен үлгі, бізге алаш деген үлкен мәдениет. Алаш деген біздің ұлттық мына жаңа заманғы ұлттық мәдениетімізді қалыптастырған азаматтар, ұлттық ғылымымызды, ұлттық тарихымызды, ұлттық әдебиетімізді, ұлттық газетімізді бәрін қалыптастырған алаш қайраткерлер. Осының бәрін әкеліп біз жастарға көрсетсек, міне алаш мынандай жаңалық ашқан, алаш мынандай жасаған, алаштың азаматтары мынандай істеген, қиын заманда түрмеде жүріп, қашып жүріп, сотталып жүріп жасаған. Ал біз мынандай заманда енді осыны жасамаймыз ба деп үлгі қылып көрсетсек, ол жаман ба? Жастарымыз үлгі алатын еді. Оның негізі бар екенін көретін еді. Қазір бәрі айтады, оның негізі жоқ дейді. Негізі бар. Бірақ оны пайдаланбай жүрміз. Жаңағы мысалы үшін қазір техникалық факультет немесе география басқа факультеттерге барыңызшы оқып отқан балаларға. Көбінесе жаңа орысша оқиды, немесе ағылшынша оқып жатады тағы бірдеңе. Себебі сол бізге оңай дейді. Ал оның негізгі бәрін баламасын жасаған. Енді біз тіліміздің де мысалы үшін басында жоқ еді ғой бізде. Зат есім, сын есім, сан есім, етістік деген бастауыш, баяндауыш кім жасап кетті оны бәрін? Оның бәрін ойлап тапқан Ахаң Ахмет Байтұрсынұлы әдебиеттің де терминдерін, тілдің де сол сияқты педагогиканың, психологияның, географияның, математиканың басқаның бәрін қазақша өзіміздің ұлттық танымдағы терминдердің бәрін баламаларын ойлап тауып кетті аталарымыз. Соны пайдаланып сіңіру керек жастардың санасына. Жақсы, керемет. Құрметті көрермендер, Ерқанат бағдарламасының бүгінгі қонағы Сегізат Мақсұтұлы мектеп бағдарламасына алаш пәнін енгізу керек деген ұсыныс тастап отыр. Өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Халқымыздың демографиясын, елдің санын қалай арттыруға болады? Мен қазір мысалы көпбалалы аналарға бір жағдай жасай бастады. Енді былай айтқанда бұрынғыдан гөрі жақсы қазір. Оны күшейту керек ары қарай. Біз баяғыда қазақ жоқ болып кететін еді ғой жер бетінен. Анау Қасым ханның заманында миллионға толыпты мысалы. Бергі заманда мысалы аштықтан қырылып қалған қазақ соғыс кезінде оның қырылды, соң қайтадан көбейдік қой. Неге деген аналарымыздың арқасы соның барлығы. Мысалы өзіміздің шешеміз, мысалы менің шешем 10 бала тапты мысалы. Әрбір ана сөйтті. Қазақтың әрбір ауылында 10 баладан 15 баладан мысалы. Үлкен жаңа ағаларымыз мысалы жаңа Бекболат ағамыз 10 бәлен бәйінші бала мысалы, 13-ші 14-ші бала. Аманжол Әлтай де сондай екен. Сондай отбасылар болды мысалы, белгілі азаматтарымыз мысалы 13-ші 14-ші 15-ші бала болып туған балалар бар. Менің өзімнің бір қарындасым мінекей 8 бала тапты. Қазір қаншада қазір 30-дан жаңа асты. 8 бала міне кеше ғана Аягөз қаласынан сол қарындасыма үй берді.
қалалық әкімшілікке беріп жаңағы қуанып жатырмын хабарласып. Көп балалы аналарды шулап жүргендердің барлығы ол жай нәрсе емес, ол қуанатын нәрсе. Ол мемлекет оған ренжімеу керек. Мысалы біреулер айтып жатыр ғой, мысалы бәле болды, көшеге шықты, бізді жаңа басымыз қатырып жатыр. Басымыз қату керек оларға. Біз олардың сол көп балалы аналардың жағдайын жасап басымыз қатып жүру керек. Біз соған мүдделі болуымыз керек. Себебі мына жерде ертең ие болып жатқан сол балалар. Сол жаңағы әрбір анадан туған 10 бала, 15 бала тусын, 20 бала туса 5 үй беру керек маған десе. Үйім бер, жағдайын жаса, бірнеше үй бер маған десе. Солай емес пе? Енді мемлекеттің оған жағдайы бар ғой қазір. Қазір біздің Құдайға шүкір ұлттық қорымызда бар, басқамызда бар, мемлекеттің жағдайы бар қазір. Сол көп балалы аналарға көмектесетін болсақ, басқа аналар да ынталанады. Демография өседі. Демография өседі. Басқа да жол жоқ. Содан кейін шетелден жаңағы келетін қандастарымызды көшіріп әкелуді көбейту керек квотаны. Жеделдету керек. Осы мәселенің бәрін реттейтін болсақ, соңында солтүстік облыстар толтыруымыз керек. Қазір біздің үлкен бас қатыратын мәселеміз шығыс пен солтүстік қой. Соған көз түсіп жатыр. Халық аз, сол жаққа жаңағы апарып біздің қазақтарды қоныстандыру керек. Сол кезде біздің жағдайымыз түзеледі деп ойлаймын. Серзат аға, аттарымыз ерттеулі дайын тұр екен. Атқа қонайық. Ары қарай сұхбатымызды аттың үстінде жалғастырсақ. Атқа мінейік. Айтыскерсіз. Жалпы қазіргі айтыстың ахуалы қалай? Бұрын жиі болып тұратын еді. Біраз уақыт енді айтыс кішкене проблема болды, мәселе болды. Себебі айтысты эфирге шығармады бір кездері. Қазір енді эфирге шығып жатыр, бірақ енді ақындардың ортасында арасында кішкене өкпе реніш бар. Себебі эфирден сөзіміз толық бермейді. Монтаждайды деп енді телевидениенің өзінің заңдылығы ғой енді ол. Монтаждау басқа нәрсе. Бірақ енді көбінесе жаңағы олардың өкпесі біздің жаңағы айтқан сөзімізді, мысалы жасаған шабуылымыз бар. Оған беретін жауабымыз қиып тастайды деген сияқты өкпе реніш бар. Бірақ дегенмен айтып сахнаның төрінде айтыс салтанат құрып жатыр. Аттың жалында түйенің қоңында өткен халықпыз. Жалпы атқа мінудің нақтырақ айтқан кезде ер азаматтар үшін қандай пайдасы бар? Жалпы аттың пайдасы өте көп. Бұрынғы қазақта 80 бай, 90 бай, 100 бай деген қазақтар туған, 40 байдан басталды ғой, 40 бай, 50 бай, 60 бай, 70 бай. Осының бәрі қайдан туды? Аттың керемет пайдасы ер азаматтарға. Аталарымыз мысалы қарап отырсаңыз, Абай аталарымыз, Құнанбай аталарымыз, басқа үлкен бабаларымыздың қарап отырсаңыз, бірнеше әйелдері бар мысалы. Сол әр әйелінде бірнеше баладан бар. Кейбіреуінде жаңа 10 баладан бар қарап отырсаң. Оның бәрі қайдан туды? Деген кезде сол 60-70 жасында, 80 жастарында ол кезде ат үстінде жүргендіктен олардың еркектік жаңағы бойында қабілеті, қуаты күшті болған. Аттың ол жағынан көп пайдасы болды. Қазіргі біздің ер азаматтардың көбінің бойындағы ауру ол жаңағы суықтан болатын простатит деген ауру болады. Осының бәрін ат жойып беретін болған о заманда. Аттың арқасында біздің 80 бай, 90 байлар туып, біздің қазақтың демографиямыз көбейген. Әйтпесе ашаршылық заманында, соғыс заманында, репрессия заманында, оның алдында анау жаугершілік заманда мысалы қарасаңыз кетеді 10 мың, 20 мың, 30 мың қол кетеді, барлығы сол жерде былай айтқан кезде қаза табады. Енді жаңа айтып жатсақ 70 бай, 80 бай деп, сіздердің замандастарыңыздың ішінде сол 70-те, 80-де әкелер келіп туған азаматтар бар ма? Ондай азаматтар бар. Мен кімді білемін? Біздің досымыз белгілі актер Қуандық Қыстықбаев деген жігіт бар. Қазақ драма театры. Драма театрының актері, мына Қасым Қайсеновтің рөлінде ойнады, Қасым фильмінде, басқа да көптеген фильмдерде ойнаған мықты актер. Ол кісінің әкесі неше жаста болған? 78 жасында әкесінің дүниеге келіпті, өзінің айтуы бойынша. Мен ондай азаматтар көп енді біздің ортамызда. Жалпы мына 70-те, 60-тан асқан туған бала ақылды болады дейді. Қабілетті болады. Қабілетті болады дейді. Ол енді көптеген дәлелі бар мысалы үшін. Ондайлардың біздің тарихымызда дәлелі бар. Бұрынғы енді біздің аталарымыз мысалы үшінгі туған кезде көбіне жастардың жаңағы ұрпағының ішінде мықтылары көбі тоқалдың балалары ғой мысалы. Абайда мысалы тоқалдан туған былай айтқан кезде енді біз мықты қазақтан шыққан азаматтарымыздың көбі сол кейінгі екінші, үшінші әйелден туған балалар. Енді мықты азаматтар шығу үшін тоқал алу керек. Тоқал алу керек деген әңгіме емес, жаңағы осы ат үстінде жүру керек. Енді тоқал алатындар алып жатыр ғой енді, оған да біз ешқандай қарсылығымыз жоқ. Ол да қажет. Себебі қазақта ол да бір қазақтың мәселесі, проблемасы. Неге дегенде қазір қазақта не көп? Қарғыз көп. Қазақта не көп? Жесір әйел көп. Осының барлығын кезінде біздің заңымыз реттеп отырды ғой. Мысалы жесір қалған әйел міндетті әменгерлікпен өзінің туысқанына, сол күйеуінің туысқанына қосты. Қарғыз деген әңгіме болған жоқ, оны міндетті түрде жаңа тұрмысқа берді. Екінші әйел, үшінші әйел қылып берді керек болса, төртінші әйел қылып берді. Қазір біз енді не заңға тіреп қойдық бәрін әкеліп, былай айтқан кезде оны қарғыз деп айтамыз, ол қарғыз болған жоқ қой, біреудің немесе жаңағы ашынасы басқасы болып жүреді. Одан гөрі жаңағы соны заңды әйел болып, заңды бала туып, заңды тіркеліп жатқан дұрыс қой. Менің түсінігімде көп біздің жас қыздарымыздың барлығы байлардың, басқалардың ашынасы болып жүр. Осы былай айтқан кезде жаңағы күйеусі бала туып жатыр. Ал енді әкесі өскен бала қалай болады? Оның әкесі болу керек қой міндетті түрде. Оның әкесі бар ғой енді. Бірақ әкесі жаңағыдай өзінің әйелінен
былай айтканда жасқанады немесе жаңа жұрттың сөзінен қашады, сөйтеді де оны былай бала табады да ол баланы атына жазбайды. Бірақ бала соның баласы. Сондықтан осыны заңдастыру үшін келешекте біздің осы мәселені де реттеу керек деп ойлаймын, заңдастыру керек деп ойлаймын. Ал екінші әйел алған кезде бірінші әйел бөлу міндетті ма негізі? Енді қазақтың бұл дәстүрі еді ғой енді ол салт дәстүр. Қазіргі заманда өте қиын енді бұл мәселені, бұл тақырыпты қозғасаң қазір елдің бәрі жаңағы басталады, бір халық жауы көреді. Шындығына келген кезде бұл қазақтың өзінің дәстүрінде бар дүние еді. Жаңағы енді Абай атамыз егерде Құнанбай атамыз Ұлжанды алмағанда екінші әйел қылып Абай тумайтын еді ғой. Қарап отырсаң, немесе жаңағы екінші әйелден туып тұр, мысалы Наурызбай батыр, ол да жаңағы Тоқалдың баласы. Сондай біздің қазақтың мықты азаматтардың барлығы сол бірінші, екінші, үшінші әйелден, көбінесе екінші, үшінші әйелден туған азаматтар бар ғой ортамызда. Олар қазаққа үлкен еңбек сіңірді. Сондықтан жаңағы бұл жерде екінші әйелден туған бала ол бір кем болып қалады деген әңгіме емес. Туып жатыр. Мысалы шынға айтқанда жаңа некесіз туған балалар да бар, мысалы қазір қазаққа белгілі болып жүрген, былай айтқан кезде. Еңбек сіңіріп жүрген де көп азаматтар. Енді оның әкелері бар ғой олардың. Былай айтқанда әкеміз жоқ деп айтылады, әкесі жоқ, оның әкесі болмаған деп. Ол некесіз туғанмен оның ар жағында жаңағы әкесі бар. Бірақ сол біздің осы қазіргі заңның кесірінен олардың әкелері өзінің атынан жазып алмаған. Әкелер сыртынан немерені қарап жүреді, а шындығында өзінің баласы екенін халық мойындамайды. Құрметті көрермендер, біздің арнамызға тіркеліңіздер, өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Немесе Серзат аға, өзіңіздің бір бағдарламамызға деген тілек ниетіңізді естісек. Көп рахмет. Мынау Ерғанат деген бір керемет бағдарлама ашылған екен. Енді әзірше жаңа YouTube каналынан көрсетіп жатқан бағдарлама келешекте біздің Қазақстанның басты телеарналарынан шығады деп үміттенемін. Соған лайық бағдарлама, осының ішінде ғибраты бар, тәлім тәрбие болып тұрған қазақтың салт дәстүрі, қазақтың мәдениеті, осындай насихаттайтын бағдарлама біз қазір жоқ. Осыған халық осыны сусап отыр. Осы бағдарлама келешекте бүкіл қазақтың көзайымы болады деп сенемін. Баршаңызға рахмет, құрметті көрермендер, атқа мінейік, денсаулығымызды күтейік, салауатты өмір салтын сақтайық. Еліміздің көк туы көгімізде мәңгілік желбірей берсін. Рахмет.